Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айдын, Teach with Айдын каналына қош келдіңіздер. Лайк басып, видеоны соңынан қараңыздар. Сіздерге керемет видео дайындап қойдық. Қашықтықтан оқытуға байланысты біздің каналға кірсеңіздер, бұл жерде экранды видеоға түсіру жайлы түсіндірген. Оның түсіреміз плейлистіне кірсек, ішінде сіздерге 3 видео түсіріп қойғам. Біріншісі Malawi скринер, екіншісі телефонға түсіру, енді үшіншісі маған ең ұнайтын ол Screencast-O-Matic деген программа. Плюстар өте көп, түсірген видеоларыңыз өте аз мегабайт, және де видеоларыңызды редактировать етесіз. Бірақ бүгін мен сіздерге одан да оңай, ешқандай программа қолдану қажеті жоқ. Қашықтан оқытуға байланысты өте мықты құрал. Біз тікелей өзіміздің компьютерімізде отырып, өзіміздің презентациямен жұмыс істеп жатқан кезде, соны біз видеоға түсіреміз. Бірақ ешқандай программа керек емес. Тағы да айтып қойайын. Сонда не істейміз? Қалай деп сұрайсыздар? Білетін де шығарсыздар кейбіреуіңіз. Біз өзіміздің презентациямызға кірейік. Мысалы, мен бүгін Life Cycle of Gymnosperms деген тақырыпты оқушыларға түсіндіремін. Қашықтықтан. Презентацияның өзіне кіреміз. Презентацияны қарап шығамыз. Және де қараңыздар. Презентация кіргеннен кейін ол бізде Microsoft PowerPoint деген программа. Білесіздер, бұл программада бірінші файл, сосын главное, бізге үшіншісі вставка деген батырма керек. Соған басамыз. Бұл жерде ең соңына барамыз да, енді сіздерде Microsoft Office, именно осы PowerPoint программасы жылдар әртүрлі болуы мүмкін, сол үшін оның кейбір ерекшеліктері болады. Бірақ іздесеңіздер басқа да версияларында табуға болады. Менде 2016 жылғы Microsoft PowerPoint программасы. Бізге мультимедиа деген бөлім керек. Қараңыздар. Мультимедиа деген бөлімді таптық. Бұл жерде видео, звук және соңғысы запись экраны деген батырма бар. Болды. Бізге осы керек. Біз бұл батырма арқылы тек қана өзіміздің презентациямыз емес, кез келген басқа кітап болсын, өзіміздің рабочий столға шығамыз ба, басқа папканы көрсетеміз ба, істей беруге болады. Біріншіден біз үстіне басайық. Енді бізге осындай курсор шықты. Біз қазір өзіміздің қаншалықты, мысалы, видео түсіретін экранымыз болсын, соны таңдаймыз. Көрдіңіз ба? Осы қызыл немен экранымызды охват істейміз. Мысалы, сіздің презентацияңыз былай болсын десек, бұл тек қана осы шеңбер, осы ненің охваттың ішінде, оның сыртына шықпай, тек қана осы жерді түсіретін болады. Және де содан кейін бастау үшін мынаяқта записать деген батырма басамыз. Егер ауыстыратын болсаңыз, қараңыздар, мынаяқта выбрать область деген жер бар. Басынан таңдасаңыздар болады. Ол өте ыңғайлы құрал, өйткені қазір сіздерге түсіндіремін. Мысалы, сіз областы басайық. Сіз балалардың тек қана сіздің мынау беріп жатқан презентацияңыз сол көрінсін десеңіз, осылай таңдап аласыз да. Қараңыз, қазір түсіндірем плюс қандай екен. Записатьты басасыз. Енді сіздің тек қана осы жердегі ауысып жатқан презентацияларыңыз балаларыңызға көрінеді. Мына жерде, мысалы, слайдтар 1, 2, 3, қалғанда бұның сыртындағы заттар көрінбейді. Бұл өте жақсы. Балаларға да лишний ешқандай мешать етпейді. Енді біз курсорымыз белгілі. Мынаяқта звук қосылып тұр. Мынау біздің стоп клавишасы. Стопты басқаша басам десеңіз, Windows, Shift, Q деген 3 батырма бірге бассаңыз, сол кезде стоп болады. Енді записать деген батырмамызға бастау үшін басамыз. 3, 2, 1, запись кетті.
Қараңыздар, енді мен записьті бастадым. Менің мысалы слайдымды керек болса мынақтан ауыстырамын. Сіз қалған жұмысыңызды мынау охват, сіздің түсіріп жатқан экраныңыздың сыртында істей бересіз. Балаларға ол көрінбейді. Түсіндіріп болдыңыз, Today's topic is life cycle of gymnosperms and angiosperms дедіңізде, келесі слайдқа мынақтан көше бересіз. Қаншалықты ыңғайлы екен өзіңізде көріп жатырсыздар. Өйстіп, сол жақта сіздің не айтқаныңыз ішінде көрінбейді. Алдын ала қандай слайд келетінді сіз көріп отырасыз. Бірақ оқулар білмейді. Өйстіп, өзіңізді білетін боласыз. Бұл слайдтан кейін мысалы key terms келетінін. Сөйтіп, мысалы сіз өз жұмысыңызды істеп болдыңыз. Балалармен сабақты өтіп болдыңыз. Бәрін бітіргеннен кейін біз не істейміз? Мынақта өзіміздің курсор дейді ғой, мышкамыз, тышқанымызды үстіге апарамыз. Мынандай бізде кішкентай меню шығады, приостановитті басамыз. Біздің мысалы сіз балаларға түсіндіріп жатқаныңыз бір нәрсе ұмыт қалдыңыз, сол кезде приостановитті басасыз да, барып кітаптан қарайсыз ба, интернеттен қарайсыз ба, мысалы барып Google-дан іздейсіз ба, оны өзіңіз білесіз, ол балаларға көрінбейді. Сөйтіп, ұмыт қалған затыңызды еске түсіріп, продолжать етеміз, жалғастырам десеңіз, сөйтіп, записатты дальше басамыз. Біздің қараңыздар, көрдіңіздер ме? 1.15, 1.16 видеомыз біздің жалғасып жатыр. Ол тоқтап қалған жоқ. Осындай тағы бір керемет құрал. Енді сіз мысалы бітірдіңіз, ешқандай паузаны басудың қажет жоқ. Сабақтың соңына дейін түсіріп болдыңыз. Енді ең үстіне тағы курсорды апарамыз. Мынақта төрт бұрышты остановить дегенде басамыз. Басып көрейік. Міне, қараңыздар. Менің видеом дайын. Ол міне. Қажет барын қажет жоқ. Наны қазір мен көре аламын. Қараңыздар. Запись кетті. Қараңыздар, енді мен записьті бастадым. Менің мысалы слайдымды керек болса мынақтан ауыстырам. Сіз қалған жұмысыңызды мынау охват, сіздің түсіріп жатқан экраныңыздың сыртында істей бересіз. Көрдіңіздер, біздің видеомыз дайын. Енді сіз бұл видеоны не істей аласыз? Оны видеоның үстіндегі терезенің өзіне оң батырман басамыз. Тышқанымыздың, мышкамыздың, қараңыздар. Мына жерде мысалы стилін өзгертуге болады, монтажын өзгертуге болады. Қалаған редактировать, өзгерту жұмыстарын істей бересіз, вырезать, копировать и так далее. То есть жаңастырып кейбір өзгерістер сендесеңіз, оны істеуге болады. Презентацияның ішінде жерге тұрсын десең, мысалы на задний план деп қоясыз. Енді бізге керегі өзіңіз істей бересіздер, шұқылап, дальше можете разбираться. Мен сізге көрсеткім келгені ол мынау. Астында мысалы формат ауыстырасыз видеоның, размер, положение деген сияқты. Ол қиын емес. Бізге керегі мынау сохранить мультимедиа как. Видеомызды сохранить ету үшін және біреуге керек болса жіберу үшін керек. Үстіне басайық. Көрдіңіз ба? Енді біздің видеомыз мысалы жаңағы angiosperms атын ауыстырып қоямыз. Angiosperms және де қайда сақтаймыз? Соны рабочий стол дейік, сохранить. Жабайық презентациямызды. Міне біздің видеомыз дайын. Оны ашып көрейік, тексерейік. Запись кетті. Қараңыздар, енді мен записьті бастадым. Менің
өзіңіз де көріп жатсыздар. Видеомыз дайын, оның несі сапасы да жақсы. Осы файлды біз керек, мысалы өзі 15 мегабайт екен, аз көп істемейді, орын алмайды, керек адамдарға осыны жібере береміз. Енді бұл жаңа презентация Microsoft PowerPoint бәрі бізде бар. Ешқандай барып интернеттен программалар жүктеудің қажеті жоқ. Сол үшін осы біздің үшінші программамыз ең ыңғайлы деп ойлаймын мен. Сразу алып сұрап береді. Презентация емес, қалаған затыңызды, экраныңыздағы қалаған заттарды осымен түсіре бересіздер. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз қалса комментарий жазыңыздар, ұсыныстарыңыз болса жазыңыздар, пайдалы болуға тырысамыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып аман болыңыздар.